Сәлем, сіздермен Брайан Трейси. Бүгін мен сіздерге қалай кез келген мәселені шеше алатын маман болуға болатынын айтып беремін. Мәселеден пайда болған стресс пен мазасыздық. Бұл болып жатқан оқиғаның өзінде емес. Біз сол жағдайға қалай қарайтынымызды жасырынып жатыр. Мәселелер бұл өмірдің қалыпты, табиғи және міндетті бөлшегі. Сіздің жұмысыңыз үнемі мәселелердің толассыз келіп отыруынан тұрады. Олар мұхиттағы толқын секілді. Бірінен кейін бірі келіп отырады. Сіз күнде таңнан кешке дейін бір мәселені шешіп, екіншісіне өтесіз. Олар ешқашан бітпейді, бірақ олардың көлемі мен маңыздылығы әртүрлі болады. Мәселеге қатысты сіз басқара алатын жалғыз нәрсе бұл сіздің оған деген көз қарасыңыз. Әрбір туындаған мәселе кезінде сіздің оны қалай қабылдайтыныңыз маңызды. Өкінішке қарай адамдардың көбі мәселелерге көміліп қалғандай сезінеді. Олар оны үнемі ойлап, айтып жүреді. Бұған кім кінәлі? Бұл мәселе неге пайда болды? Қандай зиян келді? Қанша тұрады? Бірақ мұндай ойлау мүлде көмек бермейді. Оның орнына сіз назарды шешімге қойыңыз. Бар назарыңызды қандай болса да мәселені қалай шешуге болатынын аударыңыз. Шешімге назар қойған адамдар кез келген ұйымдағы ең құнды қызметкер. Ондай адамдар позитивті және конструктивті ойлайды. Олар не болғанын емес, қазір не істеуге болатынына назар аударады. Бұл тұстағы маңызды ереже мынадай. Сіз ойыңызды мәселеден шешімге бұру арқылы өз көзқарасыңызды теріс және уайымшыл күйден позитивті және шешімге бағытталған күйге бір сәтте ауыстыра аласыз. Кінәліні іздеп уақыт жоғалтқанша, кім не бүлдірді деп ренжігенше, өзіңізге мына сұрақтарды қойыңыз. Дәл қазір не істей аламын? Қалай бұл мәселені шеше аламын? Сіз сұрақ қойып, шешім іздеген сайын, шешімдер көбейіп, оңай табыла бастайды. Сіздің ақылыңыз осылай құрылған. Неғұрлым көбірек шешім туралы ойласаңыз, соғұрлым жылдамырақ және жақсырақ нұсқаларды табасыз. Сіз шынымен де шығармашыл болып, мәселелерді шешуде шеберлікке жетесіз. Сіз өз назарыңызды оң және шынайы әрекеттерге аударған сайын, қиындықтарды еңсеріп, мақсаттарға жетіп, маңызды нәтижелерге қол жеткізесіз. Бизнес пен өмірде бұл былай жұмыс жасайды. Сіз неғұрлым жақсы мәселе шешсеңіз, соғұрлым сізге үлкенірек, маңыздырақ тапсырмалар сеніп тапсырылады. Неғұрлым ірі және құнды мәселелерді шешсеңіз, соғұрлым көп табыс табасыз, билікке ие боласыз, жоғары лауазымға жетесіз. Сіздің мансаптық өсуіңіз көбінесе сол деңгейдегі мәселелерді қаншалықты шеше алатыныңызға байланысты болады. Сіз қазіргі деңгейдегі мәселелерді тиімді шешіп отырғаныңызды көрсетсеңіз, сізге келесі күрделірек деңгейдегі мәселелер тапсырылады. Бұл мектептегі емтиханды сәтті тапсырып, келесі сыныпқа өткен секілді. Сізге адамдар көмекке жиі жүгінетін адам болыңыз. Себебі сізде мәселені шешуге әрдайым жақсы идеялар бар деген сөз. Сіз шешімге назар аударған сайын, сіздің бұл саладағы дағдыңыз дамып, шынымен мықты шешімдер таба бастайсыз. Шешімге бағытталған адам бола отырып, сіз бүкіл өміріңіз бен мансабыңызды табысқа апаратын жолды қысқартасыз. Күн сайын өзіңізге мына сұрақтарды қойыңыз. Мен не істегім келеді? Мен мұны қалай істеп жатырмын? Мұны жасаудың жақсы жолы бар ма? Маған ең маңызды мақсаттарға тез жетуге немесе қалаған нәтижеге жетуге не кедергі? Мансапта немесе өмірде қай мәселені шешсем, жылдам алдыға жүруіме көмектеседі. Осы сұрақтардың ішінен ең басты мәселені парақтың басына жазыңыз да, оны сұрақ түрінде белгілеңіз. Сосын өзіңізді ойыңызды жинақтап, кем дегенде 20 жауап жазып көріңіз. Солардың біреуін таңдап, бірден іске асырыңыз. Өмір бойы шешімге бағытталған болыңыз. Қазір мына сұраққа жауап беру арқылы кері байланыс беріңіз. Сіз өзіңіз шешкен бір мәселені айтып бере аласыз ба? Пікір қалдырыңыз және басқа пікірлерге де қолдау білдіріңіз. Егер бұл видео сізге көмектессе, лайк басып, арнаға жазылып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Және есіңізде сақтаңыз. Егер болашағыңызды өзгерткіңіз келсе, қазір әрекет етіңіз.